Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларыңызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. Сәлем достар, 47-ші сабақ. Тақырыбы: көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бірінші есеп: Шоқан Уәлихановтың орталық Қазақстан Тарбағатай және Жетісу өңіріне қай жылы экспедиция жасағанын анықта. 343 қосылған 21 көбейтілген 72. Бірінші көбейтіндіні орындаймыз. 343-ті жазып қоямыз. Қосылған 21 көбейтілген 72 тең болады 1512. Қосылған 343 тең болады 1855. Жауабы: 1855 жылы экспедиция жасаған. Келесі, 4-ші тапсырма А. 1858 жылы маусым айында саяхат жасап, 1859 жылы сәуір айында қайтып оралды. Шешімі: 1859 сәуір айынан азайтамыз 1858 маусым айын. Тең болады арада 10 ай өткен. Жауабы: саяхат 10 айға созылды. Келесі. Ә. Қазақстандық географ, тарихшы, этнограф және тіл танушы мамандардан құралған топ 2014 жылы қайтадан экспедицияға шықты. Бұл Шоқан Уәлихановтың экспедицияға шыққан жылынан кейін неше жылдан соң жаңғырды. Топ 2014 жылы шықты. Шоқан Уәлиханов 1858 жылы шықты. Шешімі: 2014 жылдан 1858 жылды азайтамын. Азайтындының мәні 156-ға тең. Жауабы: топ 156 жылдан соң экспедицияның жаңғыртты. Келесі 5-ші тапсырма. Туристік автобус аялдамаға дейін 72 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат жүрді. Жазып аламыз. Жылдамдық тең 72 км/сағат. Уақыт Т тең 5 сағат. Бізге керегі ауданды табамыз. Аудан С1. С1 дегеніміз бұл 3-тен 1 бөлігі болғандықтан бірінші бөлігін есептейміз. С1 тең 72 км/сағат көбейтілген 5 сағат тең 360 км. Бұл бізде 3-тен 1 бөлігі құрағандықтан С тең жаңағы шыққан жауапты 3-ке көбейтеміз. 360 көбейтілген 3 тең 1080 км. Өзіңіз басқа түрінде есеп құрастыр деп айтылған. Онда біз бұның 3-тен 1 бөлігі емес, 5-тен 1 бөлігін құрайды деп аламыз. Сондықтан толық жауапты табу үшін 360-ты көбейтеміз 5-ке. Жауабы болады 1800 км. Жауабы 3-тен 1 бөлігінің жауабы С тең 1080 км. Келесі сөз есеп 8-ші. Есептер құрастырып, оларды шығар. Кері есептер құрастыр. Көліктің жылдамдығын пайдалана отырып есеп құрастыратын болсақ, көлік 65 км/сағатпен жүрді деп алайық. Уақыт 2 сағат жүрді деп алайық. Осы уақытта қанша ара қашықты жүріп өткенін есептейтін боламыз. Шешімі: С дегеніміз аудан. Ауданды табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. С тең В көбейтілген Т. С тең бізде жылдамдық 65 көбейтеміз. Уақыт 2 сағатқа тең. 65-ті 2-ге көбейткенде жүріп өткен ара қашықтық 130 км-ді құрайды. Қалауыңыз бойынша басқа есептерді құрастыра аласыз. Адам 5 км/сағатпен 5 сағат жүрді деп есептей аласыз. 5-ті 5-ке көбейткенде 25 ара қашықтық шығады. Сол бойынша өзіңізге қалауыңыз бойынша есеп құрастыра бересіз. Келесі 9-шы есеп.
Әлияның әжесі 60 жаста. Оның жасы Әлияның әкесінің жасынан 2 есе үлкен. Қазір Әлия 10 жаста. Оның жасы әкесінің жасынан неше есе кіші? Жазып аламыз. Әжесі 60 жаста. Әкесі әжесінен 2 есе кіші. Әлия 10 жаста. Әкесінің жасы неше есе кіші екенін алдымен табамыз. Ол үшін әжесінің жасын 2-ге бөлеміз. 60 бөлінген 2 тең 30. 30 Әлияның әкесінің жасы. Әлия әкесінің жасынан неше есе кіші екенін табу үшін әкесінің жасын Әлияның жасына бөлеміз. 30 бөлінген 10 тең 3-ге. Жауабы Әлия әкесінің жасынан 3 есе кіші. Достар, осындай біздің түсіндірмелі сабақ видеоларымызды жоғалтып алмас үшін каналымызға тіркеліп үлпіл басуды ұмытпа. Сау бол!